Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы отбасы. Диктантты бастамас бұрын мәтінді оқып шығамын, мұқият тыңдаймыз. Талғат биыл 1-ші сыныпқа барды. Өзі 7 жасқа толды. Оның әкесі 36 жаста, анасы 26-ға толды. Балабақшаға баратын қарындасы 4 жаста. Бәрінің ортасында 75-ке шыққан әжелері бар. Диктантты азат жолынан бастап жазуды ұмытпаймыз. Талғат биыл 1-ші сыныпқа барды. Талғат биыл бірінші сыныпқа барды. Жаңа сөйлем. Өзі 7 жасқа толды. Өзі жеті жасқа толды. Жаңа сөйлем. Оның әкесі 36 жаста. Оның әкесі 36 жаста. Жаңа сөйлем. Анасы 26-ға толды. Анасы 26 алтыға толды. Жаңа сөйлем. Балабақшаға баратын қарындасы 4 жаста. Балабақшаға баратын қарындасы 4 жаста.
Жаңа сөйлем. Бәрінің ортасында 75-ке шыққан әжелері бар. Бәрінің ортасында 75 беске шыққан әжелері бар. Оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды. Мәтінді қайталап оқып шығамын. Жазған диктанттарыңды тексеріңдер. Талғат биыл 1-ші сыныпқа барды. Өзі 7 жасқа толды. Оның әкесі 36 жаста. Анасы 26-ға толды. Балабақшаға баратын қарындасы 4 жаста. Бәрінің ортасында 75-ке шыққан әжелері бар.